Сәлеметсіздер ме балалар, бүгін біз 2-ші сынып қазақ тілі 28-ші сабағымызды бастаймыз. Дауыссыз Л мен Р. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Л, Р әріптерінің жазылу емлесін білемін. Дерек көздерден мәлімет табуды үйренемін. 40-шы жаттығуға қарайық. Мәтінді мәнерлеп оқы. Әкем маған ата тегімнің аты жөнін үйретуші еді. Кімнің баласысың деп сұрайтын ол. Мен Момыштың ұлымын. Момыш кімнің баласы? Момыш Имаштың баласы. Осылайша 7 атаға дейін жетелеп отырып санатады. Ал келген қонақ ең алдымен атымды сұрайтын. Сонан соң менің 7 ата жөніндегі біліміме риза болатын. Маған жылы лебіздерін білдіретін. Бауыржан Момышұлы. Енді сұраққа жауап берейік. Бірінші, мәтін не туралы айтылған? Мәтін 7 ата жөніндегі білім туралы. Екінші, Бауыржанның әкесі қандай адам болған? Бауыржанның әкесі өте талапшыл адам болған. Одан кейін Бауыржан Момышұлының өмір баяны туралы дерек көздерден біліп ал. Әлеуметтік желіде өте көп деректер бар, содан біліп алсаңыздар болады. Келесі, мәтіндегі қарамен жазылған сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстыр. Қарамен жазылған бізде риза, лебіздерін. Яғни, естілген кезде бізге риза, жазылуы риза. Естілуі лебіз, айтылуы, естілуі лебіз, жазылуы лебіз. Алдында әріпі естілгенімен Л әріпі жазылады да, әріпі жазылмайды. 41-ші жаттығу. Сөздерді көшіріп жаз. Лашын, лебіз, лайық, лезде, лағыл, рең, рәсім, разы, рауғаш, раушан. Енді сөз басындағы Л, Р дыбыстарының айтылуына назар аудар. Яғни, назар аударайық. Лашын сөзі жазылады, естілген кезде, немесе айтылған кезде лашын боп естіледі. Біз бұл жерде айтылуында, дұрыс жазылуында көрсеттік. Енді келесі сұрақ бізде осы сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен біліп ал. Яғни бізде мына жерде лашын, лебіз, лайық, лезде, лағыл, рең, рәсім, яғни разы, рауғаш, раушан сөздерінің мағыналарын барлығын жазып кеттік. Енді ережеге қарайық. Сөз басындағы Л әріп, Л, Р әріптерінің алдынан естілгенімен олар жазылмайды. Лақ, лағыл, рет, рас. 42-ші жаттығу. Мақалдарды оқып көркем жаз. Бізде мақал берілген, осыны дәптерге әдемілеп жазып аламыз және оқимыз. Еңбек түбі рақат. Жомарт қолға аспандағы лашын қонады. Дәптерге осылай әдемілеп жазып аламыз және сұраққа жауап берейік. Сөз басындағы Л, Р әріптерінің астын сыз. Бізде рақат, лашын. Басты әріптердің астын сыздық. Енді олардың айтылуы мен жазылуын салыстыр. Сөз басындағы Л, Р әріптерінің алдынан дыбыстары естіледі, бірақ жазылмайды деп астына жазып қоямыз. Келесі тапсырма шығармашылық үзіліс. 43-ші жаттығу. Сурет бойынша әңгіме құрастыр. Суретке қараймыз, сурет бойынша әңгіме құрастырамыз. Құрастырылған әңгімені сыныптасыңа айтып бер. Мен бұлай мәтін құрадым. Менің отбасым тақырыбына. Мен бірлігі жарасқан қара шаңырақта тұрамын. Атам мен әжем, әкем мен анам отбасымыздың ұйытқысы. Атам мен әжем әрқашан анама ризашылығын, жылы лебіздерін білдіріп отырады. Себебі анашым
біздер үшін үнемі дәмді тағамдар дайындайды. Әкем кешкі астан кейін уақытымызды тиімді өткізуге атсалысады. Сондықтан інім екеуі шахмат, шашка ойнайды. Атам домбыра шертіп, әжем бізге жылы киім тоқиды. Мен өз отбасымды жақсы көремін. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.